3, 2, 1. Сәлем достар, бүгін біз сиқырлы шаршыларды толтыратын боламыз. Бізде бірінші текше. Текшенің басты санын табу үшін 12-ге 22-ні қосамыз. Сонда бізде 34 болды. 34-ге 8-ді қосамыз. 42 болды. Текшенің басты саны 42 екенін білдік. 6 мен 22-нің ортасындағы санды табу үшін 6-ға 22-ні қосамыз. Сонда бізде 28 болды. 6 мен 22-нің ортасындағы санды табу үшін текшенің басты саны, яғни 42-ден 28-ді аламыз. Сонда бізде 14 болды. 12-ге 14-ті қосамыз. Сонда бізде 26 болды. 42-ден 26-ны аламыз. Сонда бізде 16 болды. Келесі бағанымызды айтайық. 16-ға 8-ді қоссақ, 24 болады. 42-ден 24-ті аламыз. Сонда бізде 18 болады. Келесі бағанға көшейік. 18-ге 14-ті қосса, бізде 36 болады. 42-ден 36-ны аламыз. Сонда бізде 10 болады. Келесі бағанға көшейік. 12-ге 10-ды қосамыз. Сонда бізде 22 болды. 42-ден 22-ні аламыз. Сонда бізде 20 болды. Бірінші текшеміз дұрыс аяқталды. Келесі текшеге көшейік. Бұл жерде текшенің басты санын табу үшін 16-ға 2-ні қосамыз. Сонда бізде 18 болды. 18-ге 12-ні қосамыз. 30 болады. 8-ге 16-ны қосайық. Сонда бізде 24 болды. 8 мен 16-ның ортасындағы санды табу үшін 30-дан 24-ті аламыз. Сонда бізде 6 қалады. 8 мен 12-ның ортасындағы санды табу үшін 8-ге 12-ні қосамыз. Сонда бізде 20 болады. 30-дан 20-ны азайтамыз. Сонда бізде 10 болады. 2-ге 10-ды қосайық. Сонда бізде 12 болды. 30-дан 12-ні алайық. Сонда бізде 18 болды. 8-ге 18-ді қосамыз. Сонда бізде 26 болады. 30-дан 26-ны алайық. Сонда бізде 4 болады. 12-ге 4-ті қосайық. Сонда бізде 16 болады. 30-дан 16-ны алайық. Сонда бізде 14 болады. Осымен біздің сиқырлы шаршыларымыз аяқталды. Сау болыңыздар достар.